Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 4-ші тоқсанға арналған ТЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: деректі және өз біліміңді қолданып, Шоқан Уәлихановтың жан-жақты тұлға болғанын дәлелдеңіз. Бізден жасы кіші болса да, өзімізбен салыстырғанда ол үлкен сықылды еді де, біздер оған қарағанда бала тәріздедік. Өзінің бізден артық білетіндігін не біздерден білімі жағынан жоғарылығын білдіруге тырыспаса да, жай әңгіменің өзінде-ақ оның білімінің бізден артықтығы танылып қалатын. Жалпы жолдастарына, соның ішінде маған, ол еріксіз Еуропаға ашқан терезе сықылды болды, деп жазады Потанин. Тапсырмасы: Шоқан қазақтан шыққан тұңғыш саяхатшы географ екенін дәлелдеңіз. Шоқанның Ыстықкөлге барған сапардың күнделігі, Іле өлкесінің географиялық очеркі, Қытай империясының батыс өлкесі және Құлжа қаласы еңбектері саяхаттарына арналды. Қашқарияға саяхатында өлкенің тарихы, этнографиясы, мәдениеті мен геологиясы, географиялық жағдайына дейін аса құнды деректер жинап қайтты. Тапсырмасы: Шоқан әдебиет саласында үлкен мұра қалдырғанын дәлелдеңіз. Алатау қырғыздарына сапарында атақты қырғыз жыры Манасты қағазға түсіреді. Қозы Көрпеш Баян сұлу жырын жазып алды. Тапсырмасы: Шоқан қазақ халқының тарихын, салт-дәстүрін, тұрмыс-тіршілігін зерттегенін дәлелдеңіз. Шоқан қазақ шежіресі, қырғыздар туралы жазбалар, сот реформасы жөнінде құнды еңбектер жазды. Тапсырмасы: Шоқан қазақ халқының өмірін суретте бейнелегенін дәлелдеңіз. Шоқан Уәлихановтың аз ғұмыр кешсе де, көптеген ғылым салаларын зерттеген. Шоқан қазақ халқынан шыққан алғашқы кәсіби ғалым суретші болған. Оның 150-ге жуық суреттері бар. Саяхаттарын, қазақ халқының өмірін ол суреттерінде бейнелеген. Тапсырмасы: Шоқан әскери саланы терең меңгерген маман болғанын дәлелдеңіз. Шоқан омбы кадет корпусын бітіріп, әскери экспедицияларға қатысты. Екінші тапсырма: Ұлы Абай Құнанбаевтың ақын, ойшыл, қоғам қайраткері ретінде қарастырып, 5R маңыздылығы бойынша талдаңыз дейді. Есте қалатыны: қазақтың атақты ақын, жазушысы, қоғамның әр саласында еңбек еткен қоғам қайраткері. Нәтижелі еңбектері әлемнің бірнеше тіліне аударылып, қазақ ұлтын әлемге танытты. Айрықша мәнді: Абайдың философиялық ойлары жазылған қара сөздері әр адамның өмірінде ерекше орын алады. Резонансты: бүгінгі күні Абайдың еңбектерін бүкіл әлем біледі. Қазіргі замандағы мәселелердің шешуі ойшылдың шығармаларында көрініс тапқан, айқындайтын басқа да қырларды түсінуге жол ашатын. Абай еңбектері жалпы қазақ қоғамының тыныс-тіршілігі, жалпы адам бойындағы асыл қасиеттер мен жағымсыз қасиеттерді саралап жеткізеді. Үшінші тапсырма: Ыбырай Алтынсаринге ағарту саласына қосқан үлесін талдаңыз дейді. Ағарту саласындағы үлесі: қазақ балаларына білім беру, көзін ашу мақсатында оқу орындарын ашты. Мектептерді қай жылдары ашты? Ыбырай Алтынсарин 1864 жылдан 1889 жылға дейін қазақ балаларына арнап мектеп ашты. Қыздардың білім алуына қандай жағдай жасады? 1888 жылы Ырғыз қаласында қазақ қыздарын оқытатын интернаты бар мектеп ашылды. Қандай оқулықтар жазды? Қырғыз-қазақ хрестоматиясы мен қырғыздарға, қазақтарға орыс тілін үйретуге арналған алғашқы басшылық атты 2 оқу құралын жазды. Ағарту саласындағы қызметіне баға беріңіз. Ыбырай Алтынсарин қазақ қоғамында тұңғыш рет қыз балаларға арналған мектеп ашты. Арнайы оқу құралдарын жазып, оқып үйренуіне тиімді әдіс-тәсілдер ойластырды. Бұл еңбектер бүгінгі күнде де өз маңыздылығын жойған жоқ. 4-ші тапсырма: деректі және өз біліміңді пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Сұрақтар: бірінші деректе не туралы айтылған? Бірінші деректе, яғни Ақсисада, әлеуметтік теңсіздік, патша өкіметінің отаршылдық саясаты туралы айтылған. Ал екінші деректе не туралы айтылған дейді? Сол замандағы бейқам өмірді сипаттай келе, адамдардың арасындағы алауыздық жайында айтылған. Екі деректің ортақ ерекшелігін түсіндіріңіз. Екі өлең де бір уақытты сипаттайды.
сол кездегі әлеуметтік жағдай мен қоғамдық өмірдің ерекшеліктері туралы ақпарат алуға болады. Тарихи дерек көзі ретінде мәнін түсіндіріңіз. Тарихи дерек ретінде құндылығы жоғары, себебі сол заманның бізге қандай болғанын көрсетіп отыр. 5-ші тапсырма. Қазақтың ұлттық аспаптарын кестеде топтастырыңыз дейді. Шекті аспап, яғни домбыра жатады оған. Жетіген, қобыз 1, 2, 3 сандармен белгіленген суреттер. Үрмелі аспапқа 4 санмен белгіленген сазсырнай және 6 санмен белгіленген сыбызғы жатады. Ал ұрмалы аспапқа дауылпаз жатады, 5 санмен белгіленген. Осымен ТЖВ тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.